Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылу қозғалтқыштарының пайдалы әсер коэффициенті. Сабағымыздың негізгі мақсаттары жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициентін анықтау, жылу қозғалтқыштарын жақсарту жолдарын ұсыну және осы жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициентін есептер шығаруда қолдану. Жалпы балалар, адамдар ерте заманнан бері жұмысты жеңілдететін әртүрлі құрылғыларды ойлап тауып жасауға тырысқан білеміз. Энергияны механикалық жұмысқа айналдыратын құрылғыны қозғалтқыш деп атайды. Отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға айналдыратын қондырғыны жылу қозғалтқышы деп атайды. Жалпы адамзат желдің энергиясын жұмысқа айналдыратын жер доңғалағын, судың энергиясын жұмысқа айналдыратын су дөңгелегі сияқты механикалық қондырғыларды ойлап тапқан екен. Бұрынғы заманнан бері, яғни қолданып келе жатқан қозғалтқыштар бар. Жылу қозғалтқыштарында отынды жағу арқылы газдың ішкі энергиясын арттыруға болады екен. Ішкі энергияны механикалық энергияға түрлендірудің негізгі жолы көрсетілген. Ең алғашқы жылу қозғалтқышын ойлап тапқан ғалым ол Джеймс Ватт. Өзінің бу машинасын ойлап тапты. Суретте көрсетілгендей 1781 жылы. Яғни алғашқы бу машинасы бөлінген жылудың 1%-дан аз бөлігін ғана пайдалы жұмысқа айналдырған екен. Кез келген жылу қозғалтқышында қыздырғыш денесіне, яғни Q1 жылу мөлшерін беріп, оның ішкі энергиясын арттырады. Жұмыс денесі жұмыс істеу барысында энергияның бір бөлігін машина тетіктерінің қызуына, үйкелісті жоюға жұмсап, қоршаған ортаға береді. Әдетте жылуды суытқыш алды деп айтады, яғни Q2. Жылу машинасының жұмысы барысында энергия шығынын ескеру үшін арнайы физикалық шама енгізілген екен балалар. Ол шама пайдалы әсер коэффициенті деп аталады екен. Это әрпімен белгілейміз. Өлшем бірлігі пайыз. Яғни машинаның пайдалы әсер коэффициенті дегеніміз Q1 энергияның қанша бөлігі пайдалы жұмысқа кеткенін көрсететін физикалық шаманы айтады екенбіз. Пайдалы әсер коэффициентінің формуласы жұмыстың Q1-ге қатынасы. Көбейту 100%, 100%-ды көрсетпесек те болады. Мұндағы жұмысымыз балалар қыздырғыштың жылу мөлшеріне салқындатқыштың жылу мөлшерін азайтқанға тең. Енді сәйкесінше балалар Q1 деп отырғанымыз ол қыздырғыштың жылу мөлшері сәйкесінше. T1 деп отырғанымыз ол қыздырғыштың жылытқыштың температурасы. Абсолют температура алынады. Q2 немесе сәйкесінше T2 дегеніміз ол тоңазытқыштың немесе салқындатқыш, суытқыштың жылу мөлшері температурасы деп алынады. Пайдалы әсер коэффициентінің мәні 100%-дан аспау керек, немесе пайызды ескермесек 1-ден аспау қажет. Мұнда пайдалы әсер коэффициентінің жылу мөлшеріне байланысты, жұмысқа байланысты формулалары көрсетілген. Төмендегі формуланы қолдансақ болады. Барлығы бір формула. Енді мынадай процестерді қарастырайық. Бірінші процесс бойынша, яғни бірден екі сызығы бойынша, процесс бойынша жұмысымыз оң болып тұр. Көлемнің өзгерісі оң болып тұр. Яғни 0-ден 2 болып тұр. Бұндай жағдайда ішкі энергияның өзгерісі 0-ден кіші болады екен. Екінші процесс кезінде 2 және 3 жұмыс 0-ге тең болады, себебі көлемнің өзгерісі 0-ге тең болып тұр. Ондай жағдайда ішкі энергияның өзгерісі де 0-ден кіші болады екен. Үшінші, төртінші процесс бойынша жұмыс теріс, көлемінде теріс болады өзгерісі, ішкі энергияның өзгерісі керісінше оң болады, 0-ден үлкен. 4-тен 1-ге дейінгі бағыт бойынша процесс жұмыс 0-ге тең болады, себебі
себебі көлемнің өзгерісі нөлге тең болып тұр, және де ішкі энергияның өзгерісі нөлден үлкен. Бұл мысалы не үшін қарастырып отырмыз? Бұл жерде жылу қозғалтқыштарының мүмкін болатын максималды пайдалы әсер коэффициенті балалар жылу мөлшері арқылы есептелген пайдалы әсер коэффициентіне температуралар арқылы есептелген пайдалы әсер коэффициенті тең болады, жуықтап немесе аз шамада кіші шығады екен. Бұл Карно циклының негізгі ережесі бойынша. Сади Карноның көрсетіп кеткен негізгі формуласы. Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті көрсетілген мүмкін болу. Бұл машинасы 1%, паровоз 8%, карбюраторлы қозғалтқыш 20-30% аралығында, газ турбинасы 36%, бу турбинасы 35-46%, сұйық отынды ұшақ қозғалтқыш 47%. Жылу қозғалтқыштарының кері әсері де бар. Яғни климаттың жылыну, атмосфераның ластануы, атмосферадағы оттегінің азаюы. Бұл проблемалар шешудің де жолдары бар. Отын ретінде газды сұйылту керек, немесе бір отын түрін екінші отын түрімен алмастыру қажет деген сияқты осыған ұқсас негізгі түйіндер. Енді балалар осы жаңағы көрсетілген формулалар арқылы есептер шығарып көрейік. Есепті шығармас бұрын ең алдымен есептің берілгенімен нақтылап танысамыз. Тоңазытқыштың температурасы 20 градусқа тең, жылу қозғалтқыштың пайдалы әрекет коэффициенті 85% болу үшін қыздырғыштың температурасы қандай болуы қажет дейді. Тоңазытқыштың температурасы дегендіктен біз бұл температураны есептің берілгеніне Т2 деп жазамыз. Пайдалы әрекет коэффициенті 85% жазып қойдық. Жалпы есептеу барысында пайызды алып тастап отырамыз балалар. 100-ге бөліп, яғни процентсіз есеп шығару тиімді бізге. Табу керек қыздырғыштың температурасы, яғни үлкен Т1. Қабырғаға келтіреміз. Халықаралық бірліктер жүйесіне 20 градус Цельсийді Кельвин шкаласын айналдыру үшін 273-ке қосамыз. Және де мына формулаларды температураға байланысты пайдалы әсер коэффициентінің формуласын түрлендіреміз. Түрлендіру формасы бойынша Т2-ні 1-ден азайтамыз әттіға. Бөлеміз сол санға. Сонда бізде 1953 Кельвин шығады екен. Келесі екінші есепті қарастырып көрейік. Газ 3 атмосфералық қысым түсіретін поршень астында орналасқан. Және ол қыздырғыштан 600 джоуль жылу алды. Осы кезде газ изобаралық түрде 1 литрдан 1,5 литрға дейін ұлғайды. Пайдалы әрекет коэффициентін анықтаңыз дейді. Қысым берілген. Атмосфералық қысымның тұрақты мәні ол 10,5 дәрежесі. 3 атмосфералық қысым десе, біз 10,5 дәрежесін 3-ке көбейтіп жазып аламыз. Сосын қыздырғыштан алынған жылу мөлшері деп тұр, ол Q1 600 джоуль. Сәйкесінше V1, V2 көлемдер көрсетілген, табу керек әтті. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша жаңағыдай көрсетіп жазамыз. Литрді метр кубқа айналдыру үшін -3 дәрежені сол санға тіркеп жазамыз. Ары қарай. Әттінің формуласы балалар жаңағы жұмыс бөлінген Q1 формуласын қолданамыз. Бұл жағдайда жұмысты қалай табамыз? Жұмысты, яғни атмосфералық қысым, газдарда атқарылған жұмысты анықтау үшін қысым және көлемді аламыз. Яғни жұмысымыз тең болады. Қысым көбейту, көлемнің өзгерісі. Формуланы орнына барлығын қойып, есептейміз, сонда бізде 25% шығады екен. Сол сияқты дәл осы есепті де қазір бастап беремін, одан кейін өзіміз аяқтайтын боламыз. Іштен жану қозғалтқышы мынанша пайдалы жұмыс атқарды дейді. Пайдалы әрекет коэффициенті көрсетілген, тығыздық көрсетілген, отын жанған деп тұр, яғни онда табу керек көлем дейді, бензиннің көлемі.
Жұмысты белгіледік, аттаны белгіледік, тығыздықты белгіледік. х-ға келтіреміз. Бұл жағдайда жаңағы формуланы қолданамыз. Яғни ретта тең болады. А бөлінген Q1 формуласын қолданамыз. Бірақ бізде Q1 берілмегендіктен біз оны өзіміз анықтаймыз. Яғни Q1-ді отынның меншікті жану жылуын массасына көбейткенге тең деп жазып аламыз. Масса да берілмеген, сол себепті массаны тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі ретінде жазып, осылардың барлығын толығымен жазып, ең соңында V-ны формуладан түрлендіріп шығарады екенбіз. Бұл есепті аяқтаймыз. Сонымен, жылу қозғалтқышы дегеніміз бұл отынның ішкі энергиясын механикалық энергияға түрлендіретін қондырғы екен. Жылу қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффициенті дегеніміз ол қозғалтқыштың атқарған пайдалы жұмысының қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне қатынасына тең шама. Берілген жылу қозғалтқышы үшін пайдалы әсер коэффициентінің максималды мәні мына формуламен есептелінеді. Кез келген жылу қозғалтқышының пайдалы әрекет коэффициенті бірден артық болмайды. Сол сияқты жылу қозғалтқыштарының пайдасы, зияны және проблемалар шешу жолдары көрсетілген, өзіміз оқып танысып аламыз. Сонымен балалар, бүгінгі жылу қозғалтқыштарының пайдалы әсер коэффициентін анықтау тақырыбы бойынша сабағымыз аяқталды. Керекті мәліметтердің барлығын жазып аламыз. Есептерді шығарамыз. Және де мына оқулықтағы 76-шы беттегі 9-шы жаттығудың 1-ші, 2-шісін шығарамыз. Және де мүмкіндігінше 77-ші беттегі 4-ші және 9-ші есеп аралығынан бір есепті таңдап, сонымен 3 есеп қылып шығарып, WhatsApp-тан жібереміз маған. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.